достар, сендермен Мира жайында керемет каналына достар. Мен бүгін сендерге қалай Майнкрафт скачать ету керек екенін үйретемін. Яғни Google-да. Ал ендеше видеомызды бастайық. Достар, мен көргендеріңіздей Google-ға кірдім. Енді мен скачать Майнкрафтты өзімнің версиямды жаздым. Енді менікі бұрынғы версия маған болмайды. Мен жай мысал ретінде и астыға қарай түсеміз. Міне скачать Майнкрафт версияның несі тұрады. И потом соны басамыз. И 7 секундтан кейін скачать деп шығады. Міне скачайтты басамыз. И потом тағы скачайтты басамыз. Міне өстіп баса береміз. И және де мой файлға кіреміз. Енді менде мой файлда бұрыннан бар. Ол загрузкаға или эпкаға сақталуы мүмкін. Менде эпсі бар. Енді соны басамыз. Және де Майнкрафтты басамыз. Не осылай шығады. Или басқалай жатады. Настройкиді басамыз. Потом мына неден источкиді басамыз. Ок. И установитті басамыз. Бірақ мендегі установить етілмейді. Өйткені менде Майнкрафт бар. Ол тек Майнкрафт жоқта ғана істейді. Егер мен Майнкрафтымды удалить ететін болсам, менің ішіндегі керемет верларым жоғалып кетеді. Солай. Міне солай жазылады, және де бұлай қарасаңдар Майнкрафт тұрады. Ал егер де менің осы кеңесім ұнаса, осы видеоға лайк бас, және де арнаға тіркелсеңдер, мен бұған Мира жайында керемет каналына қош сау.